Саламатсыздар ма, оқырман қауым? Микробиология кафедрасына қош келдіңіздер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы ішек бактерияларының дифференциалды диагностикалары. Эшерихиялар, шигеллалар, сальмонеллалар, олардың микробиологиялық диагностикасының ерекшеліктері, емдеу принципі мен алдын алу. Энтеробактериялар тұқымдастығына тоқтайтын болсақ, олар көптеген патогенді және шартты патогенді бактериялардан тұратын 20-дан астам туыстастықтары бар бактериялар тобына жатады. Адам ауруларын қоздыратын ішек бактериялардың ішінде ең жиі кездесетін эшерихиялар, сальмонеллалар, шигеллалар және иерсиниялар болып табылады. Ең бірінші жиі кездесетін ішек тобының бактериялары олар эшерихиялар. Олар эшерихиоздар ауруын туғызады. Олардың ішіндегі кеңінен таралған өкілі эшерихия коли, яғни ішек таяқшасы. Эшерихия колиді 1885 жылы эшерих ғалымы ашқан. Соның құрметіне бұл топтағы бактерияларды эшерихия деп аталады. Бұл ішек таяқшасы негізінен тоқ ішектің қалыпты микрофлорасының өкіліне жатады. Олардың таксономиясына келетін болсақ, энтеробактериация тұқымдастығына жатады, грациликутис бөліміне, эшерихия тобына негізгі өкілі эшерихия коли болып табылады. Олардың морфологиялық және тинктариалдық қасиетіне келетін болсақ, эшерихия коли пішіні таяқша, екі шеті жұмыр, ұсақ таяқша болып келеді. Тинктариалдық қасиеті грамм теріс, сондықтан грамм әдісімен бояғанда қызыл түске боялады. Жағындыда бейберекет шашырап орналасады. Капсула кейбір штамдары микрокапсулалар түзеді. Талшыққа келетін болсақ, бұлар перитрих болып келеді. Әр жерінде ұзын кірпікшелер, пилелар анықтауға болады. Спора түзбейді. Эшерихия колидің дақылдық қасиетіне келетін болсақ, эшерихия коли факультативті анаэробтар болып табылады. Олардың өсуіне қажетті жағдайлар оттегі болу керек. Температура 37 градус, қоректік ортаның pH 7,2, 7,5 болады. Сұйық ортада бірыңғай лайлану тудырады. Негізгі өсетін ортасы дифференциалды диагностикалық қоректік орталарда өседі. Соның ішінде эндо ортасында жылтыр қызыл колония береді. 24 сағаттың ішінде олардың ферментативті қасиеті өлсе белсенді лактозаны ыдыратады. Ішек таяқшасының антигендік қасиетіне келетін болсақ, ішек таяқшасының соматикалық У антигені, талшықтық H антигені, беткейлі К антигендері кездеседі. Олардың ішінде патогенді ішек таяқшаларының ішінде O26, O111, O55 серологиялық топтары патогенді болып табылады. Сондықтан микробиологиялық диагностикада осы үшеуінің маңызы өте зор. Ішек таяқшасының патогендік факторына келетін болсақ, олар негізінен экзотоксиндер бөледі. Экзотоксиндер пирогендік, нейротроптық және энтеротроптық қасиеттерге ие болады. Пирогендік фактор ол дене қызуын жоғарылатуына әкеп туғызады. Энтерогендік факторларға келетін болсақ, ол судың және тұз алмасуының қайта ішектегі реабсорбциясын бұзып, адамда диарея ауруын туғызады. Патогенділік факторлардың ішінде адгезивті, инвазиялық факторлар, токсиндер, оның ішінде гемолизин және фагоцитозға кедергі жасайтын микрокапсула маңызды факторларға ие. Олардың лабораториялық диагностикасына келетін болсақ, колиэнтерит кезінде негізі науқастан зерттеу материал ретінде нәжіс алынады. Оларды бірінші зерттеудің бірінші күні микроскопта зерттейміз. Микроскопиялық зерттеу кезінде олардың грамм әдісімен бояп, ұсақ-ұсақ, шеттері жұмыр, жағында шашырап орналасқан ішек таяқшаларын анықтауымызға болады. Зерттеу барысында оларды эндо ортасына, левин және плоскиров орталарына сеуімізге болады.
Энда ортасында 24 сағаттың ішінде жылтыр металл жылтырын беретін қызыл түсті колониялар береді. Кейбір лактоза ыдыратпайтын ішек таяқшалары ашық қызыл түсті колониялар береді. Ферментативті қасиетіне келетін болсақ, бөліп алған энда ортасындағы колонияларды ресел ортасына себеміз. Ресел ортасы бұл да дифференциалды диагностикалық қоректік ортаға жатады. Ресел ортасының төменгі бағана жағында глюкоза, қиғаш жағында лактоза болады. Ферментативті қасиетіне келетін болсақ, ішек таяқшасы лактозаны да, глюкозаны да қышқылға дейін ыдыратады. Таза дақыл бөліп алған соң, бұлардың серологиялық топтарын анықтау үшін поливалентті және монорецепторлық агглютинациялатын сарысулармен болжам агглютинация реакциясын жасай отырып, бұлардың серологиялық топтарын анықтауымызға